Бүгін кухняны аяқтап жатырмыз. Өткенде орта жолынан бітпей қалды ғой. Соның жалғасы. Соңына дейін қараңыздар, бізді қолдап, лайк басып, подписать етіп, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз қажет. Мына жерде мен анау розетканың несін кесіп жатырмын. Крышкасын ашып, соны нетіп жатырмын ғой мына жерде. Негізі мынау гибкий самоклеющий ғой мынау гибкий. Жалғыз адам жабыстыру қиын екен. Қасында бір адам болу керек екен, кішкене қиындау болды. Етуге майыстырып, солай неткем ғой, сондай не болды. Бірақ кухняның алдындағы жаман обойна қарағанда пойдет, мен ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Нормально ма? Әдемі болған сияқты. Өзіме ұнады, осыны жабыстырғым келіп жүрген үшін. Бірақ что-то күйеуіме ұнамай қалды. Обой жабыстыру керек еді лучше дейді. Зато мынаның беті андай не ғой, тайғанақ клёнка сияқты. Сүртіп алуға ыңғайлы да. Мына жерден енді дұрыстап жатырмын ғой. Мына жерді жабыстырып болдым. Енді мынаның жиектерін тегістеп кесейін деп жатырмын осы мына жерде. Анау басында дұрыс өтпей қалды ма білмеймін. Кішкене қисықтау болып кетті. Соны қайтып түзейттім мен. Үйтіп істедік. Соның жерде балаларды садикқа барып тастап, балалардың бәрі сабаққа кеткен ғой. Солай істемесең, атау не деді? Мешет жасайды ғой. То су ішемін дейді, анау дейді, мынау дейді. Содан уже кеш болды, біз ужин ішіп алдық та. Сосын күйеуім жұмыстан әлі келген жоқ. Сосын не істейміз? Жартысын істеп тастайық деп, балаларда істейік, жасайық. Істеп тастайық деп, олар қызық көріп, осыны жарайды, жасайық деп. Ужин ішіп алғаннан қайтадан кірісіп кеттік мына жерге. Екеуі көмектесем деп екеуі таласып. Жарайды, екеуіңді көмектесесіңдер деп қоям. Терезенің үстіне шығып алып таза Рамазан. Мен бетіп тегістеп сүртін етемін деп, басам деп. Алтынай мен де шығам дейді, түсіні жоқ. Бәрін құлайсыңдар қазір шыққызбан. Бірақ бәрібір шықты ғой. Шығып апты ғой. Бір дұрыс болмай жатыр үшін, бұрыштарын мына жерді жабыстыру қиын болды үшін, бар айтқанда. Әрең жабыстырдық қой, мынаны мың алып, мың салды қойдым. Қайта дұрыс болмай. Қайта істедік қой, біресе аламыз, біресе қайта жабыстырамыз. Соң терезенің ақ нелерін, жиектерін алып тастадық та, сосын бүйтіп жабыстырдық. Бірақ әрең болды ғой мына жер. Сотканы тұртап қой деген ол соңғысын бүйтіп тікесінен қойып қойыпты ғой. Олай емес, былай қой деп айтам қазір. Сөйтіп ұрыстым, сосын ұрысып қалғам ғой. Сосын қайтадан былай қойды. Дұрыстап көлденеңнен. Қате қойып қойған ғой телефонды. Сосын жарайды енді деп. Үшін мына жерде еще пара бойы бар мына жерде. Үшін қиын болды. Жабыстыру мына жақ бір үшін. Үшін өлшеп жатырмын, өлшейміз, вроде нормально, бірақ что-то қисық болып кетті кішкене. Қайтадан оны түзейтеміз. Сөйтіп үшін нормально болған сияқты. Енді өзіме нормально болды. Бұрынғы ескі жыртық май болып кеткен. Бұрын сатып алғанда обоймен тұрған ғой, бірде бір жерін шыққан жоқпыз. Сонына өлшеп қиып алдық. Сосын жабыстырдым аналарды. Ана жаққа кетіп қалды балалар. Кішкентай қыз да келе береді, сосын ана жаққа барып ойнатыңдаршы деп қуып жібердім. Мен істеп тез сосын жабыстырып. Мына бұрышты бар ғой, мен құрап екіге бөліп сөйтіп жабыстырдым. Қиын екен. Негізі қате істеппін. Басында осы бұрыштан бастау керек екен ғой. Ана үлкен бүтін кезінде бұрышқа тіреп, паровойдың артынан мен уже қиын болады өзіме деп бұны тастап кеткен ғой. Сосын былай істеймін деп. Сонымен осындай результат шықты. Енді мына жерде қараңғы болып түсіп қалған ба. Осындай енді кухняда ауыстыру керек, бізге тіркеліп, лайк басып,
қолдап отырыңыздар. Қалай болыпты, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздер де осындай жабыстырып көрдіңіздер ма? Қандай ойларыңыз бар, айтыңыз, жазыңыздар комментарийге. Өзіме ұнады, пойдет. Өзіме ұнады, главный. Басқаларының ойы керегі не, өзіме ұнаса болған жоқ па? Мен ғой жүретін бұл кухняда, иә? Солай емес пе?